Барлықтарыңызға қайырлы күн. Мен бүгін сіздерге кивидің пайдасы мен зияны туралы айтатын боламын. Және басқа да жемістердің пайдасы мен зияны туралы білгілеріңіз келсе, менің каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Киви бұл дәмді ғана емес, сонымен қатар денсаулығымызға керек нағыз пайдалы жеміс. Бұл жеміс киви құсының құрметіне осылай аталған. Киви витаминдер қоймасы. Орта пішінді 2 киви С витаминінің тәуліктік нормасын 230%-ға дейін өтейді. Ал апельсинге қарағанда дәрумендер мөлшері 2 есе көп. Ал С витамині иммундық жүйені ынталандырады, стресске және жасқа байланысты процестерге қарсы тұруға көмектеседі. Сонымен қатар С витамині темірдің жақсы сіңірілуіне және жаралардың жылдам жазылуына ықпал етеді. Сондай-ақ киви құрамында холестеринді төмендететін және адамның иммунитетін нығайтатын әулетті антиоксидант Е дәруменнің бірегей майсыз формасы. Құрамында секратин көп. Киви жемісінде секратиннің өте көп болуы бұл жемісті ас қорыту және жүрек қан тамыр жүйесі үшін өте пайдалы етеді. Секратин есте сақтау қабілетін, көңіл күйді жақсартады және ақпарат қабылдауды ынталандырады. Тәбетті қалыпқа келтіреді. Сонымен қатар секратин тез және ауыртпалықсыз оянуға ықпал ете отырып, ұйқыны сапалы және сандық түрде жақсартады. Құрамында магний мен калий бар. 2 кивиде шамамен 30 мг магний бар. Ал бұл жүйке мен бұлшықеттердің жұмыс істеуі үшін маңызды зат. Сондай-ақ киви калийге бай. Онда калий мөлшері бананға қарағанда 2 есе көп. Ал кивиді үнемі тұтыну қан қысымын реттейді. Инсульт және бүйрекке тас жиналу қаупін төмендетеді. Сондай-ақ остеопороз бен жүрек қан тамырлары ауруларының алдын алуға көмектеседі. Таңғы аста 1 киви жеу қанды сұйылтатын аспирин секілді тиімді. Сонымен қатар кивиді тұтынғанда жанама әсерлер болмайды және ол әлде қайда пайдалы. Киви тыныс алу үшін пайдалы. Зерттеулер көрсеткендей, кивидің құрамында С витамині болғандықтан, ол тыныс алу органдарындағы ауыртпалықты жеңілдетіп, жөтелден және демігуден арылтады. Көру қабілетін жақсартады. Кивидің құрамында жасқа байланысты болатын көру қабілетінен айырылуға жол бермейтін фитохимиялық леотин бар. Леотин сондай-ақ көзімізді еркін радикалдардың зиянды әсерінен қорғайды. Адам ағзасы леотинді өздігінен синтездей алмайды. Сондықтан оны тек тағаммен ғана аламыз. Сондай-ақ кивидің құрамында зеаксантин бар, ал ол заттың жетіспеушілігі көру қабілетіне кері әсер етеді. Киви туралы көбісі біле бермейтін деректер. Кивиді өз денсаулығы мен сымбатына назар аударатындар жақсы бағалайды. Оның құрамында калория аз және майы жоқ. Дегенмен киви ас қорыту жүйесінің қалыпты жұмыс істеуі үшін қажетті талшықтарға бай. Сонымен бірге киви жүкті әйелдер үшін қажетті жеміс. Оның құрамында жатырдағы қан жасушаларын өндіруге қажетті фолий қышқылы өте көп. Бұл экзотикалық жеміс еркектерге де пайдалы. Кивидегі амин қышқылдарының бірі арганинді импотенциалды емдеу және алдын алуда қолданады. Кивидің қандай зияны бар? Кейбір адамдарда киви аллергиялық реакция тудыруы мүмкін. Көп жағдайда кивиді тым көп мөлшерде жейтін адамдарда дененің түршігуі және аллергияның әртүрлі түрлері дамиды. Киви қаншалықты пайдалы болса, осы жемісті асыра пайдалануға болмайды. Киви жемісін көп жеу ісінуге, ал кейбір жағдайларда анафилаксияға әкелуі мүмкін. Сондай-ақ ісінуден бөлек кивиді көп мөлшерде тұтыну демікпе, бөртпе, терінің қызаруы және ауыз қуысының шырышты қабығының тітіркенуіне әкелуі ықтимал. Кейде кивиді шамадан тыс қолдану тағамдық аллергия синдромын дамытады. Мұндай жағдайда адамның ерні мен тілі шырышты қабаты ісіп, аузында ауырсыну және қышу сезімі пайда болады. Менің видеом сіздерге ұнаса, лайк басып каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Баршаңызға сәлем, каналыма қош келдіңіздер. Лайк басып тіркелуді ұмытпаңыздар. Мен бүгін сіздерге лимон қосылған су пайдасы мен зияны және салмақ жоғалту үшін қалай қолдану керек, неліктен аш қарынға лимон суын қосып ішу керек, сол туралы айтатын боламын. Су адам ағзасына қаншалықты пайдалы екені бұрыннан ақ белгілі. Диетолог мамандар су диетасына сәйкес
күн сайын аш қарынға 1 стакан таза су ішу керектігін айтады. Сондай-ақ олар таза суға лимон тілімдерін қосып ішкен дұрыс екенін дәлелдей білген. Лимон тілімдері қосылған суды денсаулық суы деп те атайды. Ол иммунитетті жақсартуға, склероз, анемия сияқты аурулардың алдын алуға көмектеседі. Лимон құрамындағы магний, калий және С дәрумені ми, жүрек және жүйке жүйесі жұмысын жақсартады. Қан қысымын бір қалыпқа келтіреді, теріге нәр береді және тырнақ, шаш өсіміне оң әсерін тигізеді. Артық салмақтан арылуды мақсат тұтқан жандарға лимон қосылған су тез салмақ тастауға көмектеседі. Лимон шырынының құрамындағы пектин ас қорыту жүйесін жақсартып, артық салмақтан арылуға жол береді. Ол үшін күнделікті 1 стакан лимон қосылған суды 3 мәрте қабылдау керек. Лимон қосылған қайнатылған жылы су бауыр, өт, бүйрек ауруларын алдын алып, бұл мүшелердің жұмысын жақсартады. Өт жолында тастардың жиналмауына ықпал етеді. Ағзаны зиянды қалдықтардан арылтады. Қан құрамындағы токсиндерден арылтып, терідегі пигментті дақтардың көзін жояды. Безеу, сепкіл, әжім түсуінің орнына жол бермейді. Теріні тазалап, оны ағартады. Күнделікті таңертең аш қарынға қабылдаған лимон қосылған су жүйке жүйесінің жұмысын бір қалыпқа келтіріп, бойға күш-қуат пен сергектік береді. Стресс, күйзеліс, көңілсіздіктің болмауына ықпал етеді. Жаздың аптап ыстық күндері бұл шырын шөлден құтқарса, қыстың күні жанға жылулық пен күш сыйлайды. Лимон суын дайындау үшін ең бірінші қайнаған 1 литр ыстық суға лимон тілімдерін салып қойыңыз. Суған кезде аздан қабылдай бастаңыз. Кейін қабылдау мерзімін жиілетіңіз. Сондай-ақ қалауыңыз бойынша бұл шырынға 1 шай қасық бал немесе жалбыз жапырағын қосып ішуге болады. Лимон суының тағы да бір пайдасы – лимон қосылған су асқазан қышқылы мен өт сөлінің бөлінуін тездетеді де, соның әсерінен майлы тағам жылдам қорытылады. Ол үшін лимон суды асқа дейін 30 минут бұрын ішкен жөн. Лимон суы тыныс алу жолдарының инфекцияларына қарсы әрекет етеді. Лимон денеге тыныс алу жолдарының инфекцияларымен, тамақ ауруымен және бадамша бездерінің қабынуымен күресуге көмектесетін тамаша құрал. Мұның бәрі лимонның қабынуға қарсы қасиеттерінің арқасында. Мысалы, тамақ ауруын тез емдеу үшін жарты лимонды сығып, оны сумен сұйылту керек. Шамамен жарты стакан су және осы ерітіндімен үнемі шаю керек. Лимон қосылған жылы су ішектің табиғи қозғалуына көмектеседі. Лимон қосылған су қалыпты метаболизм үшін қажет. Денені бос радикалдардан қорғайды. Холестеринді кетіреді және иммундық жүйені нығайтады және бізді ерте қартаюдан қорғайды. Лимон суы көруді жақсартады. Бала кезімізде ата-анамыз сәбіз жеу көзге пайдалы деп айтатын. Бүгінгі күні ата-аналар көру қабілетіне қатысты сәбізді лимонмен алмастыра алады. Лимон антиоксиданттар мен С дәруменіне бай цитрус жемісі болып табылады. Лимондар және барлық шикі қышқылдар мен жидектер мен жемістер асқазанды ыдыратып, сілтілі реакция тудырады. Өйткені жаңа піскен жемістер мен жидектерді құрайтын органикалық қышқылдар емес. Егер менің видеом ұнаса, лайк басып, каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Сәлем достар, қайырлы күн. Бүгін мен сіздерге сарымсақтың пайдасы туралы айтатын боламын. Видеоның соңына дейін көріп, қолдауды ұмытпаңыздар. Адамның қорғанышы иммун жүйесі. Түрлі жұқпалы ауруларға қарсы тұру қабілетіміз де сол иммун жүйеміздің мықтылығына байланысты. Міне сол үшін сарымсақ жеудің түрлі пайдасы туралы айтатын боламын. Адам ағзасындағы бактериялармен күреседі. Ас мәзіріне күнделікті шикі сарымсақты қоссаңыз, ағзаңыздағы дизентерия, кандидоз, тағы да сол сияқты аурулардан ағзаңызды сақтайды. Екіншіден, қандағы қант мөлшерін төмендетеді. Қант диабетімен ауыратындар үшін күнделікті сарымсақ жеген жөн. Сарымсақ қандағы қант мөлшерін 25%-ға дейін төмендетеді. Үшіншіден, иммунитетті күшейтеді. Сарымсақ вирусты аурулармен емделуде және олардың профилактикасында таптырмас табиғи құрал. Сарымсақты күнделікті пайдалану – тұмау, сырқау ауруларынан 60%-ға алдын алады. 4. Сарымсақ – 60% алдын алады. 5. Сарымсақ – 60% алдын алады. 6. Сарымсақ – 60% алдын алады. 7. Сарымсақ – 60% алдын алады. 8. Сарымсақ – 60% алдын алады. 9. Сарымсақ – 60% алдын алады. 10. Сарымсақ – 60% алдын алады. 11. Сарымсақ – 60% алдын алады. 12. Сарымсақ – 60% алдын алады. 13. Сарымсақ – 60% алдын алады. 14. Сарымсақ – 60% алдын алады. 15. Сарымсақ – 60% алдын алады. 16. Сарымсақ – 60% алдын алады. 17. Сарымсақ – 60% алдын алады. 18. Сарымсақ – 60% алдын алады. 19. Сарымсақ – 60% алдын алады. 20. Сарымсақ – 60% алдын алады. 21. Сарымсақ – 60% алдын алады. 22. Сарымсақ – 60% алдын алады. 23. Сарымсақ – 60% алдын алады
Төртіншіден, буын аурулары. Сарымсақтың аяқ-қол буындары үшін пайдасы зор. Тұз жиналудың да алдын алады. Зақымданған буынның тіндерін қалыпқа келтіреді. Остеоартриттің алдын алады. Бесіншіден, артық салмақпен күреседі. Сарымсақ дұрыс тамақтану механизмінің тетігі. Сарымсақты жеу арқылы артық салмақтан арылып қана қоймай, бір қалыпты ұзақ уақытқа дейін сақтауға болады. Менің видеом ұнаса, каналыма тіркеліп, лайк басып қойыңыздар. Баршаңызға сәлем, каналыма қош келдіңіздер. Лайк басып, тіркелуді ұмытпаңыздар. Мен бүгін сіздерге лимон қосылған су пайдасы мен зияны және салмақ жоғалту үшін қалай қолдану керек, неліктен аш қарынға лимон суын қосып ішу керек, сол туралы айтатын боламын. Су адам ағзасына қаншалықты пайдалы екені бұрыннан-ақ белгілі. Диетолог мамандар су диетасына сәйкес күн бір қалыпқа келтіреді, теріге нәр береді және тырнақ, шаш өсіміне оң әсерін тигізеді. Артық салмақтан арылуды мақсат тұтқан жандарға лимон қосылған су тез салмақ тастауға көмектеседі. Лимон шырынының құрамындағы пектин ас қорыту жүйесін жақсартып, артық салмақтан арылуға жол береді. Ол үшін күнделікті 1 стакан лимон қосылған суды 3 мәрте қабылдау керек. Лимон қосылған қайнатылған жылы су бауыр, өт, бүйрек ауруларын алдын алып, бұл мүшелердің жұмысын жақсартады. Өт жолында тастардың жиналмауына ықпал етеді. Ағзаны зиянды қалдықтардан арылтады. Қан құрамындағы токсиндерден арылтып, терідегі пигментті дақтардың көзін жояды. Безеу, сепкіл, әжім түсуінің орнына жол бермейді. Теріні тазалап, оны ағартады. Күнделікті таңертең аш қарынға қабылдаған лимон қосылған су жүйке жүйесінің жұмысын бір қалыпқа келтіріп, бойға күш-қуат пен сергектік береді. Стресс, күйзеліс, көңілсіздіктің болмауына ықпал етеді. Жаздың аптап ыстық күндері бұл шырын шөлден құтқарса, қыстың күні жанға жылулық пен күш сыйлайды. Әсерінен майлы тағам жылдам қорытылады. Ол үшін лимон суды асқа дейін 30 минут бұрын ішкен жөн. Лимон суы тыныс алу жолдарының инфекцияларына қарсы әрекет етеді. Лимон денеге тыныс алу жолдарының инфекцияларымен, тамақ ауруымен және бадамша бездерінің қабынуымен күресуге көмектесетін тамаша құрал. Мұның бәрі лимонның қабынуға қарсы қасиеттерінің арқасында. Мысалы, тамақ ауруын тез емдеу үшін жарты лимонды сығып, оны сумен сұйылту керек. Шамамен жарты стакан су және осы ерітіндімен үнемі шаю керек. Лимон қосылған жылы су ішектің табиғи қозғалуына көмектеседі. Лимон қосылған су қалыпты метаболизм үшін қажет. Денені бос радикалдардан қорғайды. Холестеринді кетіреді және иммундық жүйені нығайтады және бізді ерте қартаюдан қорғайды. Лимон суы көруді жақсартады. Бала кезімізде ата-анамыз сәбіз жеу көзге пайдалы деп айтатын. Бүгінгі күні ата-аналар көру қабілетіне қатысты сәбізді лимонмен алмастыра алады. Лимон антиоксиданттар мен С дәруменіне бай цитрус. Баршаңызға қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар.
Мен бүгін сіздерге қызыл қылшаның пайдасы мен зияны туралы айтатын боламын. Ең бірінші сіздерге қызыл қылшаның пайдасы туралы айтатын боламыз. Ол ең бірінші пайдасы қызыл қылшада йод көп, ал онсыз есте сақтау қабілетінің, жақсы ойлау өрісінің, зейіннің жоғары болуы мүмкін емес. Қызылша адамның физикалық төзімділігін арттырады екен. Ғалымдар қызылша шырынның қан тамырларды кеңейтіп, қан тарауының күшейтетінін дәлелдеген. Демек, бұл бұлшықеттерге ауа түсуін арттырады. Қызылшаны сүйіп жейтін адамдардың шашы жылдам өсіп, қалыңдап жылтырай түседі. Оған қызылша қабығының астындағы көп мөлшерде кездесетін В дәрумені ықпал етеді. Қызылшада бұлшықет массасын арттыруға көмектесетін магний мөлшері көп, және қызылша құрамында зат алмасуды жылдамдатып, артық сұйықтықты шығарып, артық салмақтан арылуға септігін тигізетін ерекше заттар кездеседі. Қызылша осы 5 ауруды емдеуге жазуға көмектеседі. Ең бірінші қан қысымы. Зар айдайтын әсеріне байланысты қызылша шырыны қан қысымын төмендетеді, ал құрамында көп мөлшерде кездесетін кальция себепті қызылша жүрек ауруларын зардап шегетін адамдардың астма әзірінен табылуы тиіс. Іш қатуы. Қызылшадан жасалған тағамдарды іш жүргізетін құралдарға балама ретінде қолдануға болады. Бірақ қызылша шырынын пайдаланғанда абай болыңыз. Нәтижесі сіз күткеннен де артық болуы мүмкін. Бас жазу. Қою қызыл көкөніс бауыр қызметін жақсартып, улы заттардан қорғап, организмнен зияны заттарды шығарады. Асқазандағы ауырлық. Қылша ақуыздар мен майлардың қорытылуына көмектеседі. Тұмау. Қылшада қабынуға қарсы әсерге ие. Сондықтан бұл көкөністің шырынын тұмау тиген кезде мұрынға тамызады. Сонымен қатар баспа, көмейдің қабынуы, жұтқыншақ қабынуы орын алғанда тамақты шаю үшін қолданады. Егер сізде осы аталған дерттер болатын болса, қызылшаны көп қолданбағаныңыз абзал. Сусамыр. Ол қандағы глюкоза деңгейін арттырады. Несеп тас ауруы. Қылша құрамында бұл ауруларға қарсы көрсетілген қымызды қышқылы бар. Іш өтуіне бейімділік. Қылшаның іш жүргізетін әсері бар. Сондықтан қызылшаны көп қолданбағаныңыз абзал. Қылшаны қалай пісіру керек? Қылшаны пісіргенде ыдыстың қақпағын жауып қойыңыз. Ол дәрумендердің жоғалуын азайтады. Көкөністің толықтай суға батып тұруын қадағалаңыз. Ол пайдалы заттардың ыдырау процесін баяулатады. Суға тұз салмаңыз. Қылшаның пісу уақытын ұзартады. Тіпті қылша піскеннен кейін де қаттылау болуы мүмкін. Дайын тағамды тұздаңыз. Түбін кесіңіз және сабағын толық кеспей бірнеше сантиметр қалдырыңыз. Әйтпесе қызылша түсін жоғалтып, дәмі сутатып кетуі мүмкін. Қылшаның пісу уақытын жылдамдату үшін суға бір ас қасық қант салыңыз, немесе өсімдік майын құйыңыз. Екеуін де қайнату температурасын жоғарылатады. Егер ыдысты былғаудан қорықсаңыз, қылшаны полиэтиленді пакетке салып пісіріңіз. Ол көкөністің дәміне, пісу ұзақтығына әсер етпейді. Егер қылшаны тазалаған не туралған күйінде пісірсеңіз, суға біраз сірке суын қосыңыз. Ол көкөністің түсін жоғалтпау үшін қажет. Шикі қызыл қылшаны пайдалану. Шынында бұл жағдайда қызыл қылша барлық биоактивті заттарды және дәрумендер мен амин қышқылдарын толығымен сақтайды. Қызылша организм үшін де өте пайдалы, өйткені ол ісіктердің дамуына қарсы тұрады. Егер сізге бүгінгі видео пайдалы болған болса, лайк басып каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Баршаңызға сәлем, қайырлы күн. Менің каналыма лайк басып тіркелуді ұмытпаңыздар. Мен бүгін сіздерге мандариннің пайдасы мен емдік қасиеті және зияны туралы айтатын боламын. Ежелгі Қытайда мандаринді бақыт, байлық және ұзақ өмір сүрудің символы деп есептеген. Сол үшін де олар қонаққа бара жатып мандаринді сыйлыққа алатын болған. Өз кезегінде үй иесі де кетіп бара жатқан қонағына осы жемісті сыйлаған. Ал енді мандариннің емдік қасиеттерін айтатын болсақ, ол жөтелге қарсы пайдаланылады және қысқы уақытта адам ағзасына өте пайдалы витаминдерге ие. Мандарин шырыны тері және тырнақтағы жараларды емдейді. Мандарин ішектің жұмысын жақсартады және тісті қатайтады.
Мандариннің құрамындағы қайталанбас зат бауырда майдың жиналмауын алдын алады. Соның арқасында семіздікке шалдықпауға болады. 100 грамм мандаринде 42 калорий болады. Асқазан ішек аурулары іш өтумен ұласқан кезде мандариннің шырыны өте пайдалы. Сондай-ақ оның қабығы бронхитке, тер ауруларына, іш кебуде, ұйқысыздықта, жоғары қан қысымына қарсы өте пайдалы. Мио ғылыми орталығы мандариндер көңіл күйді көтеріп, адамға оптимистік рух беретін анықтаған. Бұл жемістің құрамында лимон қышқылы өте көп. Сондықтан мандарин адамдарды көптеген зиянды бактериялардан қорғайды. Мандариннің пайдасы. Мандариннің құрамында әртүрлі қышқыл, А, Д дәрумендері және калий, магний, темір және кальций сынды минералдар бар. Қабығында эфир майы, пигмент пен каротин болады. Әсіресе қыста жеген кезде дәруменнің жетіспеуін толықтырып, аскорбин қышқылының арқасында иммунитетті көтереді. Қабығын суға қайнатып, тұнбасын ішсе, жөтел мен қақырықты жазуға болады. Мандариннің тағамдық құндылығы аз, жеңіл жеміс саналады, бірақ құрамында қант көп. Соған қарамастан салмақ түсіруге, асқазан жұмысы мен зат алмасуды жақсартуға қауқарлы. Мандариннің зияны. Мандарин цитрус жеміс болғандықтан аллергия туғызады. Сондықтан 2-3 жастағы балаларға беруге болмайды. Ал аскорбин қышқылы асқазанның шырышты қабығын қабындырып, жараны асқындыруы мүмкін. Сондықтан асқазан ауруы бар адамдарға аз жеген жөн. Сондай-ақ мандаринді гепатит пен нефрит ауруларына шалдыққандарға жеуге болмайды. Көп жеген жағдайда мандариннің каротині мен А дәрумені бауырға салмақ түсіріп, бауыр ауруларын асқындыруы мүмкін. Мамандар мандариннің калориясы аз екендігін айтады. Ол дәруменге өте бай. Тиісті мөлшерді сақтап жесе, ағза үшін пайдалы. Мандаринді медицинада қолданады. Косметологияда, ароматерапияда және массажда белсенді қолданатын мандарин қабығынан эфир майы алынады. Ол қабынуды, целлюлитті азайтуға көмектеседі және хош иіс қуат береді және бас ауруларын жеңілдетеді. Сондай-ақ жүрек айну, токсикоз кезінде мандариннің қабығын иіскеу немесе шайға қосу ұсынылады. Мандаринді диетаға қосу жүрек қан тамырлары жүйесінде оң әсер етеді. Аскорбин қышқылы қан тамырларын нығайтады. Менің сіздерге мандарин туралы берген ақпаратым пайдалы болса, лайк басып, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Қайырлы күн, менің каналыма қош келдіңіздер. Менің каналымнан пайдалы ақпараттарды бірінші болып білгіңіз келсе, каналыма лайк басып тіркелуді ұмытпаңыздар. Бір бөлке қара нанның ақ нанға қарағаны пайдалы екен рас па? Ал неге нанды етпен жеуге болмайды дегенге сенуге бола ма? Және глютеннен қалай сақтануымыз керек? Біздің ойымызша нан тезірек тойуға және ұзақ уақыт тоқ жүруге көмектеседі. Шындығында егер артық салмағыңыз болса және оның ұлғайғанын қаламасаңыз, нанға шектеу қойған жөн. Нан айтарлықтай құнарлы тағам. Бастысы оны жұмсақ сұрыпты ұннан жасайды. Өз кезегінде ол жылдам глюкозаға айналады. Нанның гликемиялық индексі жоғары, сондықтан қандағы қант мөлшерінің артуына, артық салмақ қосуға және бауырдың май жиналуына ықпал етеді. Демек, нан жеуге болмайды ма? Иә, семіздіктен зардап шегетін болсаңыз, наннан бас тартқан жөн. Ал өзгелеріне нанның негізгі тағамды толықтырушы деп қабылдағанымен, негізгі асқа қарағанда нанның құрамында калория мен жеңіл көмірсулар көп екенін естен шығармаған абзал. Әр нәрсенің белгілі бір мөлшері бар. Бір тілім нанның салдарынан калорияның тәуліктік нормасынан аздап асуы, айлар мен жылдардан кейін артық салмаққа келіп соғуы, екінші дәрежелі қант диабетіне шалдығу қатерін арттырады. Біздің ойымызша ақ нанға қарағанда қара нан пайдалырақ. Шындығында екі нанның құрамы, көмірсуларының мөлшері мен құнарлылығы бойынша бір-бірінен айырмашылығы аз. Қант диабетіне шалдыққанда ақ нанды қара түріне алмастыруға болады деген сөздер аңыз болып табылады. Олар да арасында жалғыз айырмашылық қара нандағы көмірсулардың көзі қара бидай ұны.
Ол қышқылырақ, сондықтан асқазан сөлінің өңешке түсуінен зардап шегетіндерге аурудың асқынуын тудырады. Біздің ойымызша, нанның глютенсіз түрін жеген дұрыс, себебі глютен зиян. Глютенсіз нан бұл күріш немесе жүгері ұнынан жасалған нан. Жүгері ұнынан жасалған жұқа нан әлемдегі көптеген халықтардың асханасының ажырамас бір бөлшегі. Олар өте дәмді, алайда медицина тұрғысынан қарағанда оның кәдімгі ақ немесе қара наннан айырмашылығы жоқ. Бір ғана айырмашылығы оның құрамындағы глютен, яғни кей адамдарда ішектің қабынуын туғызатын ақуыз жоқ. Ашытқы қосылған нан газ түзілуін тудырады, сондықтан жемеген дұрыс. Шындығында кез келген нан газ түзілуін тудырады. Ішектегі бактериялар нанның құрамындағы жеңіл көмірсулардан газ және сүт қышқылдарын жасайды. Алайда бұндай құбылыс барлық адамдарда бола бермейді. Тек ас ішекте бактериялардың көбеюі синдромы кезінде ғана кездеседі. Өз кезегінде ол қант диабеті, семіздік және құрамында көмірсулар көп тағамдарды шектен тыс мөлшерде жеумен қатар жүреді. Бұл процеске ашытқының қатысы жоқ. Сонымен қатар ол қамырды ашытқанмен пісіру кезінде жойылып кетеді. Ал ашытқысыз нандарда дәл сол ашытқы пайдаланылады, алайда ұйытқы түрінде. Біздің ойымызша, нанды етпен жемеген дұрыс. Бұл ас қорытылуын қиындатады. Негізі шындығында қиындатпайды. Тағамдарды араластырмай жеу ғылыми тәжірибе емес. Астың қорытылуы ұйқы безінің ферменттері арқылы жүзеге асады. Жаңа піскен наннан бас тартқан жөн, себебі ол да ауыр қорытылады және ішекте жайсыздық тудыруы мүмкін. Алайда оны белгілі бір мөлшерде ғана жесе, зияны жоқ. Әрине, нанның зияны көп сияқты болып көрінуі мүмкін, алайда оны дұрыс пайдалануды қажет ететін аспаздық құрал сияқты екенін түсіну керек. Кез келген тағамды көп жеудің өз қатері бар, сондықтан мөлшерін біліп жеу керек. Ас атасы саналатын нан кез келген үйінің дастарханында міндетті түрде қойылады. Егер оны көп жеудің зияны қандай екенін білсеңіз, қиындықтар болмайтыны анық. Менің видеом сізге пайдалы болса, лайк басып каналға тіркелуді ұмытпаңыз. Сәлеметсіздер ме? Қайырлы күн. Менің есімім Асима. Менің каналыма қош келдіңіздер. Пайдалы ақпараттарды бірінші болып білгіңіз келсе, каналыма лайк басып тіркелуді ұмытпаңыздар. Мен бүгін сіздерге күнделікті пайдаланып жүрген пияздың пайдасы мен зияны туралы айтатын боламын. Барлық адамдар дұрыс тамақтануға тырысады, сондықтан біздің мәзірімізде әртүрлі жемістер мен көкөністер кездеседі. Бірақ бұл өнімдер пайдалы ғана емес, зиянды әкелуі мүмкін. Пияздың пайдасы. Пияз шырыны бұл тұмаудан қорғайтын табиғи антибиотик. Бұл көптеген микробтарды жояды. Суық тиген кезде немесе авитаминоз кезінде туралған пиязды кесектерін күніне бірнеше рет ескеңіз, иммунитетіңіз көтеріледі. Қандағы тромбоциттер көбейсе, инфаркт пен инсульттің пайда болу қаупі жоғарылайды. Пияздың құрамындағы күкірт қандағы тромбоциттерді ертіп артерияда жиналуына жол бермейді. Бұл көкөніс зат алмасу процесін қалыпқа келтіреді. Қанды тазартады, ас қорытуды ынталандырады және денеден артық сұйықтықтарды шығарады. Жасыл пияз жапырақтары кератинге бай, оны беттегі дақтарды кетіру үшін қолданады. Оның теріге де пайдалы екені дәлелденген. Оның шырыны құлақ ауруларына қарсы анестезия ретінде қолданылады. Мақтаны пияздың шырышына матырып, құлақтың ішіне салып қойсаңыз болады. Құрамында С дәрумені бар болғандықтан теріге және шаштың сұлулығына жақсы әсер етеді. Бұл өнім қайызғақты кетіреді және шашты күшейте алады. Пайдалы қасиеттеріне тағы да мыналарды жатқызуға болады. Ағзадағы қанттың мөлшерін төмендетеді. Жүйке жүйесін жайландырады, радиацияның зиянды әсерін төмендетеді және ас қорыту бездерінің қызметін жақсартады. Пияздың зияны. Қышқыл болғандықтан асқазанның шырышты қабығын тітіркендіреді. Сол себепті гастрит пен ойық жарасы бар адамдарға пиязды жиі жеуге болмайды. Шамадан тыс қолданғанда астманың басталуы немесе қан қысымының жоғарылауы мүмкін. Өт, бауыр және бүйрек аурулары кезінде аз мөлшерде пайдалану керек.
Пияздың түрлері де, пайдалы қасиеттері де көп. Пияз талшықтарының құрамында органикалық қышқылдар, суық тиюден қорғайды. Эфир майлары, кемпрофол, амин қышқылдары, глюкоза, микроэлементтер В1 және В2, В6 дәрумендері, С дәрумені көп. Микро және макро элементтері бар. Бор, марганец, мыс, никель және басқа да дәрумендерге бай. Пияз тұқымдастардың сыртқы түрі ғана емес, дәмімен де ерекшеленетін бірнеше түрлері бар. Ақ пияз. Ақ пияздың ақ қабығы жұмсақ, сәл тәтті дәмі бар. Қызыл пияз хош иістендіргіш және қарапайым пияз сияқты емес, өткір иіс. Шалот пиязы. Пияздың барлық түрлерінің ішіндегі ең дәмдісі, бірақ термоөңдеуден кейін дәмі өте нәзік, сәл тәтті болады. Парей пиязының өзгелерден айырмашылығы жоқ. Ақ түсті, қалың сабақты болып табылады және жасыл жапырақтарымен ерекшеленеді. Пияздың өзіндік жағымды дәмі болады. Менің видеом сіздерге пайдалы болса, лайк басып каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Барлықтарыңызға қайырлы күн. Мен бүгін сіздерге кивидің пайдасы мен зияны туралы айтатын боламын. Және басқа да жемістердің пайдасы мен зияны туралы білгілеріңіз келсе, менің каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Киви бұл дәмді ғана емес, сонымен қатар денсаулығымызға керек нағыз пайдалы жеміс. Бұл жеміс киви құсының құрметіне осылай аталған. Киви витаминдер қоймасы. Орта пішінді 2 киви С витаминінің тәуліктік нормасын 230%-ға дейін өтейді. Ал апельсинге қарағанда дәрумендер мөлшері 2 есе көп. Ал С витамині иммундық жүйені ынталандырады, стресске және жасқа байланысты процестерге қарсы тұруға көмектеседі. Сонымен қатар С витамині темірдің жақсы сіңірілуіне және жаралардың жылдам жазылуына ықпал етеді. Сондай-ақ киви құрамында холестеринді төмендететін және адамның иммунитетін нығайтатын әлеуетті антиоксидант Е дәруменнің бірегей майсыз формасы. Құрамында секретин көп. Киви жемісінде секретиннің өте көп болуы бұл жемісті ас қорыту және жүрек-қан тамыр жүйесі үшін өте пайдалы етеді. Секретин есте сақтау қабілетін, көңіл күйді жақсартады және ақпарат қабылдауды ынталандырады. Тәбетті қалыпқа келтіреді. Сонымен қатар секретин тез және ауыртпалықсыз оянуға ықпал ете отырып, ұйқыны сапалы және сандық түрде жақсартады. Құрамында магний мен калий бар. 2 кивиде шамамен 30 мг магний бар. Ал бұл жүйке мен бұлшықеттердің жұмыс істеуі үшін маңызды зат. Сондай-ақ киви калийге бай. Онда калий мөлшері бананға қарағанда 2 есе көп. Ал кивиді үнемі тұтыну қан қысымын реттейді. Инсульт және бүйрекке тас жиналу қаупін төмендетеді. Сондай-ақ остеопороз бен жүрек-қан тамырлары ауруларының алдын алуға көмектеседі. Таңғы аста 1 киви жеу қанды сұйылтатын аспирин секілді тиімді. Сонымен қатар кивиді тұтынғанда жанама әсерлер болмайды және ол әлде қайда пайдалы. Киви тыныс алу үшін пайдалы. Зерттеулер көрсеткендей, кивидің құрамында С витамині болғандықтан, ол тыныс алу органдарындағы ауыртпалықты жеңілдетіп, жөтелден және демігуден арылтады. Көру қабілетін жақсартады. Кивидің құрамында жасқа байланысты болатын көру қабілетінен айырылуға жол бермейтін фитохимиялық леотин бар. Леотин сондай-ақ көзімізді еркін радикалдардың зиянды әсерінен қорғайды. Адам ағзасы леотинді өздігінен синтездей алмайды, сондықтан оны тек тағаммен ғана аламыз. Сондай-ақ кивидің құрамында зеаксантин бар, ал ол заттың жетіспеушілігі көру қабілетіне кері әсер етеді. Киви туралы көбісі біле бермейтін деректер. Кивиді өз денсаулығы мен сымбатына назар аударатындар жақсы бағалайды. Оның құрамында калория аз және майы жоқ. Дегенмен киви ас қорыту жүйесінің қалыпты жұмыс істеуі үшін қажетті талшықтарға бай. Сонымен бірге киви жүкті әйелдер үшін қажетті жеміс. Оның құрамында жатырдағы қан жасушаларын өндіруге қажетті фолий қышқылы өте көп. Бұл экзотикалық жеміс еркектерге де пайдалы. Кивидегі амин қышқылдарының бірі арганинді импотенциалды емдеу және алдын алуда қолданады. Кивидің қандай зияны бар? Кейбір адамдарда киви аллергиялық реакция тудыруы мүмкін. Көп жағдайда кивиді тым көп мөлшерде жейтін адамдарда дененің түршігуі және аллергияның әртүрлі түрлері дамиды.
Киви қаншалықты пайдалы болса, осы жемісті асыра пайдалануға болмайды. Киви жемісін көп жеу ісінуге, ал кейбір жағдайларда анафилаксияға әкелуі мүмкін. Сондай-ақ ісінуден бөлек кивиді көп мөлшерде тұтыну демікпе, бөртпе, терінің қызаруы және ауыз қуысының шырышты қабығының тітіркенуіне әкелуі ықтимал. Кейде кивиді шамадан тыс қолдану тағамдық аллергия синдромын дамытады. Бұндай жағдайда адамның ерні мен тілі шырышты қабаты ісіп, аузында ауырсыну және қышу сезімі пайда болады. Менің видеом сіздерге ұнаса, лайк басып, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Баршаңызға сәлем, қайырлы күн. Менің есімім Масима. Менің каналыма қош келдіңіздер. Мен бүгін сіздерге күнделікті ішетін қара шайдың пайдасы мен зияны және емдік қасиеті туралы айтамын. Пайдалы ақпараттарды бірінші болып көргіңіз келсе, менің каналыма лайк басып, тіркелуді ұмытпаңыздар. Қайнаған шай шипалы, ал ұзақ тұрып қалған шай жылан уынан улы деген шығыс даналығы бар. Қара шайдың құрамында В1, В2 дәрумендері, эфир майлары, минералдар, тұздар, танин, кофеин сияқты биологиялық заттар кездеседі. Диетолог мамандар күнделікті 7-8 кесе қара шай ішуге кеңес береді. Қара шайдың пайдасы. Анемия ауруына шалдыққан жандар қара шай көмегіменен бойындағы қан айналымын жақсартып, гемоглобин көрсеткішін ұлғайта алады. Қара шайды күйіп қалған кезде көмекке келеді. Күйіп қалған кезде жарақатқа қара шайдың самасын басып, таңып тастаңыз. Қара шай бүйрек, бауыр, өт жолдарын зиянды қалдықтардан тазартып, ас қорыту жүйесін жақсартады. Есте сақтау мен ойлау қабілетін жақсартып, көздің көру деңгейінің көтерілуіне жол береді. Көз ауруларының алдын алады. Ол үшін көз айналасын жуып тұру керек. Жүрек, жүйке, өкпе және онкологиялық аурулардың алдын алады. Тіс эмалін әлсіретуден сақтайды. Кариесті болдырмайды. Ішек аурулары кезінде қою қара шай ішкен абзал. Қара шай құрамындағы микроэлементтер ішек инфекцияларын сыртқа шығарып, асқазанды тазартады. Қара шайға лимон, бал немесе қант қосып ішсе, иммунитет күшейеді. Суық тиіп, тұмаумен ауырған кезде көп мөлшерде лимон немесе бал қосылған ыстық қара шай ішкен дұрыс. Қара шай қант диабетінен сақтайды, бірақ бұл жағдайда оны қант немесе тосап бал қосса ішуге болмайды. Қара шайға сүт қосып ішсе, оның пайдасы арта түседі. Сүт қара шайдың құрамындағы элементтермен бірлесіп, адамға сергектік беріп, созылмалы аурулардың да алдын алады. Шайдың пайдасымен бірге зияны да баршылық екен. Сондықтан бұл сусынды да іше білу керек. Қара шайдың зияны. Аш қарынға салқын қара шай ішу, аш қарынға қою шай ішсеңіз, оның салқын табиғаты көкбауыр мен асқазанды суытып жібереді екен. Тым ыстық шай. Тым ыстық шай тамағыңызды, өңеш пен асқазанды қоздырып, ыстық шайды көптеп ішу бұл органдардың ауруына да алып келуі мүмкін. Шайдың температурасы 56 градустан жоғары болмау керек. Салқын шай. Жылы және ыстық шай бізді сергітіп оятатын әсер берсе, салқын шай салқынның сақталуы мен қақырықтың жиналуына әкеледі екен. Тым қою шай. Тым қою шайдың құрамындағы кофеин мен танин бас ауруы мен ұйқысыздыққа апаруы мүмкін. Шайды ұзақ шығару. Шайды тым ұзақ шығарсаңыз, шай полифенолдарды мен эфир майлары өздігінен қышқылданып, шайдың дәмін, иісін бұзады. Сонымен қатар, тұрып қалған шайға бактериялар жиналады. Тамақтану алдындағы шай. Тамақтану алдында шай ішу сілекейдің сұйылтуына апарады, яғни тағам дәмі сезілмей, ас қорыту органдары протеинді уақытша игере алмай қалуы мүмкін. Тамақтанудан кейінгі шай. Тамақтанудан кейін бірден шай ішу ас қорытуды бәсеңдетіп, ас қорыту органдарының жұмысын бұзады. Шай ішкіңіз келсе, жарты сағаттай күте тұрыңыз. Дәрілерді шаймен ішу. Шайдың құрамындағы заттар дәрінің дұрыс игерілмеуіне алып баратын танин бөледі. Сондықтан қытайлықтар шай дәрілерді бұзады дейді. Шайдың пайдалы және
Емдік қасиеттері. Көптеген ауруларға арналған дәрі ретінде Үндістан мен Грецияда, Түркия мен Италияда, Қытай мен Ресейде ежелгі дәуірден шай бар. Әлемнің әрбір бұрышында шай ауруларды емдейді, шөлді суытады және шаршауды жеңілдетеді, суықтан жылынып, күйікті кетіреді деген. Ежелгі уақытта жас шай жапырақтары азық-түлік ретінде пайдаланылған, ал ескі жапырақтары дәрілер ретінде пайдаланылды. Сондықтан көне кітаптарда жазылған шайдың дәрілік мәні бар. Шайдың емдік қасиеті де бар. Қара шайдың емдік қасиеттері. Қара шайдың құрамында бактерия мен қабынуға қарсы қышқылдар бар. Ол сұйықтықты жақсы сіңіруге көмектеседі. Солайша диарея мен іштің кебуінен арыласыз. Ал қара шайдың дымқыл қалташалары терінің тілінген жерін, ара секілді жәндіктердің шаққанынан, конъюнктивитпен ауыратын, қызыл ек пен көз айналасында пайда болған ісінулерді азайтады. Қалақайдан болған күйік кезінде бірнеше дымқыл қара шай қалташаларын қойса болғаны қышу басылады. Қара шайдағы сілтілі заттар қышқылдарды бейтараптандырады. Сондықтан жара немесе ұшықтың әсіресе ерінде ауырсынуын жеңілдетеді. Салқындаған ылғал шай қалташаларын зардап шеккен аймаққа қойыңыз. Процедураны 3-4 күнде қайталау керек. Аяқты қара шаймен шаю бактерияларды өлтіреді және жағымсыз иісті азайтып, тершеңдікті жояды. Өйткені қара шай тері саңылауларын бекітеді. Менің видеом сіздерге пайдалы болса, лайк басып, каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Баршаңызға сәлем, қайырлы күн. Менің есімім Масима. Менің бүгін сіздерге бананның пайдасы мен зияны туралы айтамын. Пайдалы ақпараттарды бірінші болып білгіңіз келсе, лайк басып, каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Бүгінде бананды білмейтін жан жоқ шығар. Күнделікті болмаса да пайдаланамыз. Бұл жағымды, тәтті жеміс қана емес, денсаулыққа пайдасы да зор. Енді құрамына, қуатына келейік. 100 грамм жемістің қуаты 90 калорияны құрайды екен. Құрамында 20% углевод, 16% қант, мұнан өзге де С, В6 сияқты дәрумендермен қатар калий, магний, натрий сияқты микроэлементтерге бай. Жеміс-жидек құрамында адам ағзасына пайдалы дәрумендер көп. Солардың ішінде бананның 22 түрлі пайдасына тоқталып өтейік. Банан көңіл күйді көтеруге жақсы көмектеседі. Сондықтан бір банан жеп, көңіл күйді айтарлықтай жақсартуға болады. Банан әлемдегі аллергия тудырмайтын жалғыз ғана жеміс. Тіпті жас нәрестелер де бананды ешқандай гиперсезімталдықсыз, яғни аллергия көріністерін бермейді. Сүйектерді қатайтады. Банан арқасында ағзадағы кальций жиналып тұрады. Қалыпты жағдайда ағзадан кальций сынды пайдалы минералдар зармен шығып кетіп отырады. Ал банан әсерінен керісінше кальций жиналып, сүйектерді қатайтуға қатысады. Бұл әсіресе кофе ұнататын адамдарға пайдалы. Себебі біле білсеңіз, кофе керісінше ағзадағы кальцийдің шығарылуына септігін тигізеді. Ішек микрофлорасын жақсартады. Банан құрамындағы ферменттер арқасында ағзаға тағаммен түскен пайдалы заттар әдеттегіден қарағанда жылдамырақ сіңіріледі. Іш қатуы бар адамдар үшін банан өте пайдалы жеміс. Әрдайым банан жеу үшін іш қатудан мықты қорғаныш. Банан адам ағзасындағы изжога секілді жағымсыз жағдайдан құтылуға да бірден бір себеп. Асқазан жарасы. Банан жегеннен кейін ол асқазан шырышты қабатындағы қорғаныш қабатын түзеді. Соның әсерінен ондағы қышқылды агрессивті заттар асқазан шырышына зиянын тигізе алмайды. Бұл әсіресе асқазан жарасымен ауыратындар үшін пайдалы. Себебі асқазан әртүрлі бөлімде орналасқан жараларды жауып, қышқылдан қорғаған сайын оның жазылуы да жылдамырақ жүреді. Диарея кезінде көмек. Диареядан зардап шегетіндерге банан жеу ұсынылады. Бұл жақсы қалыпқа келтіргіш жеміс. Көп жүріп, физикалық жаттығулармен айналысып, спортпен айналысатындар үшін балтыр бұлшық етінің дірілінен сақтайды. Себебі банан құрамындағы калий бұлшық етке оң әсерін көрсетеді. Ісінулер. Бананды жиі жеу ағзадағы ісінулерден арылтады. Энергия көзі. Спортпен шұғылданбас бұрын банан жеп алыңыз. Бұл жаттығулардың эффективті өтуіне септігін тигізеді.
Себебі ағзада қант мөлшері көбейіп, энергия жаттығулардың соңына дейін жететін болады. Ас қорытылудың жақсаруы. Банан құрамындағы пектин және хелат тәрізді заттар ағзадан токсиндер мен басқа да зиянды заттарды шығарып, астың жақсы қорытылуына көмектеседі. Әйелдер үшін банан құрамындағы секротинин және басқа да пайдалы заттар етеккір кезінде оның оң симптомдарын жеңілдетіп, бұрынғыдан қарағанда қолайырақ өтуіне көмектеседі. Егер етеккір кезінде банан жесе, онда нашар көңіл-күйден және оның симптомдарынан құтылуға болады. Анемия. Қаны аздар үшін банан таптырмайтын тағам. Оның жұмсақ затындағы темір мөлшері айтарлықтай көп болуы анемиясы бар адамдардың тағам рационына қосуы керек бірден-бір себеп болып табылады. Жүрек ауруы. Банан құрамында көп калий және қан тамырларының жағдайын жақсартып, инфаркт және инсульт пайда болуын жиілігін азайтады. Гипертонияға ем. Иммунитет. Бананда бар антиоксиданттар және амин қышқылдары ағзаны қолайсыз факторлардан қорғап, қорғанышты қасиетін, яғни иммунитетті жоғарылатады. Бүйрек. Бүйрекке оң әсер көрсете алады. Пайдалы заттар. Микроэлементтер бүйрек қызметіне көмектесіп, құм мен тастардан арылуға көмегін тигізеді. Жүрек айну. Банан жүрек айну және жүктілер токсикозы кезінде көмектесетін ғажап тағамдардың бірі. Жәндіктер шаққандағы қышу. Банан қабығы жәндіктер шаққаннан кейінгі пайда болатын қышуға жақсы көмектеседі. Қабығын ішкі жағынан шаққан жерге біраз уақыт қойса, нәтижесі бірден байқалады. Ыстықтан қорғаныш. Банан дене температурасын қажет кезде төмендету қабілеті бар. Бұл әсіресе күн ыстық кезде немесе қызба кезінде аса пайдалы. Шылым шегуді қою. Тәуелділіктен құтылып келе жатқан адам үшін банан жеу пайдалы. Көп мөлшердегі дәрумендер калий, магний ағзадағы қалып қойған никотинді шығарып, темекісіз өмірге жылдам үйренуге алып келеді. Ақыл-ой қызметін жақсарту. Жоғары мөлшердегі калий адамды жаңа ақпарат қабылдап, танып білу жағына қолайлы жағдай жасайды. Бұл әсіресе сабақ оқу, емтиханға дайындалу кезінде жақсы көмектеседі. Менің каналымнан банан және басқа да жемістер туралы пайдалы ақпараттар біле аласыздар. Ол үшін лайк басып, каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Баршаңызға сәлем, қайырлы күн. Мен бүгін сіздерге алманың пайдасы және зияны туралы айтатын боламын. Басқа да көкөністер мен жемістердің пайдасы туралы білгілеріңіз келсе, менің каналыма лайк басып, тіркелуді ұмытпаңыздар. Ас үйінде апталап айлап тұратын азықтың бірі ол алма. Табиғи емдік қасиеті жайлы ойланып көрдіңіз бе? Алманың қандай пайдасы бар? Өмірді ұзартады. 2011 жылы Америкадағы химиялық қоғамның өткізген зерттеу нәтижесі бойынша алманың көмегімен өмірді 10%-ға ұзартуға болатыны анықталды. Сондай-ақ алма жегеннен кейін ағзаның белсенділігі арта түседі екен. Бұл зерттеу жануарларға да қолданғанмен, нәтижесі адам ағзасына да қатысты деп саналады. Есте сақтау қабілетінің жақсаруы. Ол мидың жаңа құрылымдарын құрып, өзгеруге көмектесетін нейропластикалық модуляцияның қызметін іске қосады. Альцгеймер ауруының алдын алады. Инфаркт, инсульт қаупін азайтады. Ісік ауруларының алдын алады. Гавай аралдарында жүргізілген зерттеу нәтижесі бойынша ең көп алма жеген топта қатерлі ісік ауруының пайда болу қаупі 40-50%-ға дейін төмендеген. Алманың құрамындағы антиоксиданттар адам ағзасындағы өкпе ісігінің пайда болуына әсер ететін өзгерістерге бөгет болады. Алманың зиянды жақтары. Алайда диетолог мамандар алманың зиянды тұстарының бар екенін естен шығармауға кеңес береді. Алманың құрамында С, В1, В2, Е дәрумендері мен марганец, калий, кальций, фосфор, темір, натрий, мырыш, барий микроэлементтер бар. Алмадағы темір қан айналымын жүйесіне өте қажет. Сондай-ақ онда жасұнықтың көп бөлігі бар. Алма бауыр, бүйрек, асқазан, ішек жолдарының жұмыстарын жақсартады. Бет терісінің түсін жақсартып, жас әрі күтімді етіп көрсетеді. Холестерин мөлшерін азайтып, іш қатудың алдын алады. Диареяны емдеп, иммундық жүйені нығайтады. Диетологтар жасұнықтың көп болуы колит ауруының пайда болуына әкеліп соқтыруы және асқазан, ішек жолдарының жұмысына зиян тигізуі әбден мүмкін екендігін айтады. Екіншіден, құрамындағы жеміс қышқылының шамадан тыс көптігі асқазан жараны ұлғайтып жіберуі
қаупі бар. Үшіншіден, алманың қышқылы тістің эмалін қатты әсер етеді, яғни оны жұқартып, тісті сезімтал етіп шығарады. Алма жапырағынан демделген шайды көп ішпеңіз. Мұның қант диабеті ауруына шалдықтыратындығы дәлелденген. Соңына дейін көргеніңізге рахмет. Менің видеом сізге ұнаса, каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыз. Барлықтарыңызға қайырлы күн. Мен бүгін сіздерге кивидің пайдасы мен зияны туралы айтатын боламын. Және басқа да жемістердің пайдасы мен зияны туралы білгілеріңіз келсе, менің каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Киви бұл дәмді ғана емес, сонымен қатар денсаулығымызға керек нағыз пайдалы жеміс. Бұл жеміс киви құсының құрметіне осылай аталған. Киви витаминдер қоймасы. Орта пішінді 2 киви С витаминінің тәуліктік нормасын 230%-ға дейін өтейді. Ал апельсинге қарағанда дәрумендер мөлшері 2 есе көп. Ал С витамині иммундық жүйені ынталандырады, стресске және жасқа байланысты процестерге қарсы тұруға көмектеседі. Сонымен қатар С витамині темірдің жақсы сіңірілуіне және жаралардың жылдам жазылуына ықпал етеді. Сондай-ақ киви құрамында холестеринді төмендететін және адамның иммунитетін нығайтатын әлеуетті антиоксидант Е дәруменнің бірегей майсыз формасы. Құрамында секретин көп. Киви жемісінде секретиннің өте көп болуы бұл жемісті ас қорыту және жүрек қан тамыр жүйесі үшін өте пайдалы етеді. Секретин есте сақтау қабілетін, көңіл күйді жақсартады және ақпарат қабылдауды ынталандырады. Тәбетті қалыпқа келтіреді. Сонымен қатар секретин тез және ауыртпалықсыз оянуға ықпал ете отырып, ұйқыны сапалы және сандық түрде жақсартады. Құрамында магний мен калий бар. 2 кивиде шамамен 30 мг магний бар. Ал бұл жүйке мен бұлшықеттердің жұмыс істеуі үшін маңызды зат. Сондай-ақ киви калийге бай. Онда калий мөлшері бананға қарағанда 2 есе көп. Ал кивиді үнемі тұтыну қан қысымын реттейді, инсульт және бүйрекке тас жиналу қаупін төмендетеді. Сондай-ақ остеопороз бен жүрек қан тамырлары ауруларының алдын алуға көмектеседі. Таңғы аста 1 киви жеу қанды сұйылтатын аспирин секілді тиімді. Сонымен қатар кивиді тұтынғанда жанама әсерлер болмайды және ол әлде қайда пайдалы. Киви тыныс алу үшін пайдалы. Зерттеулер көрсеткендей, кивидің құрамында С витамині болғандықтан, ол тыныс алу органдарындағы ауыртпалықты жеңілдетіп, жөтелден және демігуден арылтады. Көру қабілетін жақсартады. Кивидің құрамында жасқа байланысты болатын көру қабілетінен айырылуға жол бермейтін фитохимиялық леотин бар. Леотин сондай-ақ көзімізді еркін радикалдардың зиянды әсерінен қорғайды. Адам ағзасы леотинді өздігінен синтездей алмайды, сондықтан оны тек тағаммен ғана аламыз. Сондай-ақ кивидің құрамында зеаксантин бар, ал ол заттың жетіспеушілігі көру қабілетіне кері әсер етеді. Киви туралы көбісі біле бермейтін деректер. Кивиді өз денсаулығы мен сымбатына назар аударатындар жақсы бағалайды. Оның құрамында калория аз және майы жоқ. Дегенмен киви ас қорыту жүйесінің қалыпты жұмыс істеуі үшін қажетті талшықтарға бай. Сонымен бірге киви жүкті әйелдер үшін қажетті жеміс. Оның құрамында жатырдағы қан жасушаларын өндіруге қажетті фолий қышқылы өте көп. Бұл экзотикалық жеміс еркектерге де пайдалы. Кивидегі амин қышқылдарының бірі арганинді импотенциалды емдеу және алдын алуда қолданады. Кивидің қандай зияны бар? Кейбір адамдарда киви аллергиялық реакция тудыруы мүмкін. Көп жағдайда кивиді тым көп мөлшерде жейтін адамдарда дененің түршігуі және аллергияның әртүрлі түрлері дамиды. Киви қаншалықты пайдалы болса, осы жемісті асыра пайдалануға болмайды. Киви жемісін көп жеу ісінуге, ал кейбір жағдайларда анафилаксияға әкелуі мүмкін. Сондай-ақ ісінуден бөлек кивиді көп мөлшерде тұтыну демікпе, бөртпе, терінің қызаруы және ауыз қуысының шырышты қабығының тітіркенуіне әкелуі ықтимал. Кейде кивиді шамадан тыс қолдану тағамдық аллергия синдромын дамытады. Мұндай жағдайда адамның ерні мен тілі шырышты қабаты ісіп, аузында ауырсыну және қышу сезімі пайда болады. Менің видеом сіздерге ұнаса, лайк басып, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар.